Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде сазды сұхбат айдары. Бізде қонақта Қарақат мектеп студиясының жетіген аспабының мұғалімі Құрманбек Айдана Сәкенқызы. Айдана, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы өнерге қанша жасыңыздан бастап келдіңіз? Негізі өнерге бала кезден деп айтсам болады. 6 жасымда үлкен сахналарға шығып, байқауларға қатысып, жүлделі орындар ала бастадым. Неге жетіген аспабын таңдадыңыз? Негізі жетіген аспабы өзі нәзік аспап, қыздарға да үйлеседі, жетіген қыздың даже нәзіктігін көрсетеді деп айтсам да болады. Сол қоңыр дауысы өзіме ұнайды. Басқа тағы қандай аспаптарда ойнай аласыз? Негізгі менің аспабым мамандығым примахобызшы, примахобызда, гитарада, пианинода ойнай беремін. Алға қойған жоспарларыңыз қандай? Менің алға қойған жоспарларым осы шәкірттерімді мықты жетігенше етіп дайындап, осы жетіген аспабын кеңінен дамытуға үлесімді қосу. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Өнеріңізге де өміріңізге сәттілік тілейміз.